қайтеміз, жеп таусып жібереміз. Сөйтіп сіз бір күні дүкеніңіздегі заттың таусылып қалғанын білесіз. Ойбай, мен қарыз алып дүкеніме зат кіргізіп едім. Бүгін дүкенімде зат та жоқ, қайтарған қарызым да жоқ, екі қолым мұрнымда деген әңгіме осыдан келіп шығады достар. Біз бүгін пайданы есептеуді үйреніп көрейік достар. Өйткені маған көптеген сұраулар келеді. Мен дүкен аштым, пайдасының қалай болып жатқандығын біле алмаймын. Сосын дүкенімді қалай басқаруды ұқпай жатырмын дейді. Ал ондай болса, қараңыздар, үйренетін уақыт келді достар. Бір зат кіргіздіңіз. Бұл заттың сатылу бағасы қанша юан? Достар, 30 юан. Ендеше, бұның чыңбыны, немесе осы заттың кіру бағасы 15 юан. Әрине бұл чыңбынның ішінде тағы біраз дүниелер болады, оны айтам. Олай болса, бұл заттың пайдасы қанша? Лирун қанша болды? Ендеше дәл осы кезде біз не дейміз? Бұл заттың пайдасы 15 юанға сатып шығардық қой. 15 юанын кіргізіп, 30 юанға сатып шығардық. Сатып бізге қалтыратын пайдасы 15 юан. Солай ма? Лирун 15 юан. Бұл дұрыс. Ал ондай болса, осы бойынша істеп, біз осы 15 юан істесек дұрыс бола ма? Бұл қате болады. Ендігі жерде біз жиң лирун деген нәрсе бар. Көптеген адамдар лирунды істеуді біледі дағы, жиң лирунды істеуді білмейді. Енді осы жиң лирунды қалай шығарамыз? Көпшілік, мінекей бұл үйренуге тиісті түйін. Осы жиң лирунның ішінде бағанағы заттың чыңбыны, немесе кіру бағасы, сосын оның әртүрлі шығындары, үйіңіздің маяқысы, еңбек ақыңыз, төгіңіз, суыңыз, соның барлығы мынаның ішіне қамтылуы керек. Осы екеуін қосқаннан кейін, мынау 15 юаннан мүмкін бұның чыңбыны қанша юанға өзгереді? 20 юанға өзгереді. Олай болса, біз қайтеміз дегенде бұл заттың жалпы бағасынан жалпы кеткен шығынды 20 юанды шығарып тастаған кезде бізге қалатын пайдасы 10 юан болады. Яғни мына жердегі жиң лирунымыз 10 юан болады. Мүмкін бұл есепті мен істеп берген кезде көптеріңіз бұны кім білмейді, бастауыштың баласы да біледі ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Өкініштісі, осы бастауыштық есепті біз көбінде білмей, мына заттың пайдасы 15 юан деп есептейміз дағы, мына жердегі 10 юан екенін білмей, 5 юан көбік пайданы пайдаланып жүрміз. Бұл көбік пайда біртіндеп сіздің мынау кіргізген жағы 15 юаныңыз бар ғой, осы 15 юанмен талайлаған зат кіргіздіңіз. Бұны не дейміз? Жалпы біздің қорымыз, айланымыз, яғни лиудың зыжың деген дүние болады. Лиудың зыжыңды қайтеміз, жеп таусып жібереміз. Сөйтіп сіз бір күні дүкеніңіздегі заттың таусылып қалғанын білесіз. Ойбай, мен қарыз алып дүкеніме зат кіргізіп едім. Бүгін дүкенімде зат та жоқ, қайтарған қарызым да жоқ, екі қолым мұрнымда деген әңгіме осыдан келіп шығады достар. Ендеше, бухгалтерлік білімдерін үйрену керек па жоқ па? Ато 2025 қосып алыңыз. Біз алда отбасыңызды серіктік секілді басқарып, сонымен қатар серіктігіңізді экономикалық тұрғыдан басқарып деген тақырыптар бойынша сабақтар орналастырмақшымыз. Келіп қатынасыңыздар. 记得关注再走哦。